заңгер ретінде бұл жерде басты сіздерге айтқым келгені, Ақнар Гүлстанның білесіздер, мен 2 апта бұрын осы сіздердің алдыңызға шыққан күні істі алған болатынмын. Содан бері іске қатысты жаңа мәліметтерді біліп келе жатырмыз. Ең бүгін осында айтатындай дүниеміз Ақнарға қатысты қылмыстың сұмдығы да, шындығы да енді ашылып жатыр деп айтуға болады. Себебі 12-13 апрель деп желіде тараған видеоны көрдіңіздер. Оның мағынасында және Руслан Өтепбайдың сұхбатында оның мағынасы айтылды. Енді сол видеоның толық нұсқасын мен анасынан көріп танысып шықтым. Біз бүгін ертең тергеуге сол видеоның толық нұсқасын тіркеуді және іс бойынша жаңа бірнеше бапты қосу бойынша және жаңа тұлғаларды, яғни Ақнардың қасында болған 2 қыздың сыбайласы болғанын, Ақнарға қатысты қылмыстарға бір ер адамның да қатысы бар екені қазір анықталып жатыр. Сондықтан дәл қазір сол видеода мен өзімнің айтқан сөзіме дәлел болатындай жерлерін ғана көрсетем, ал толық нұсқасын біз тергеуге өткізетін боламыз. Ақнарды Рана 12-сі күні, Дидар 12-сі күні тамақ ішейік бірге деп шақырады. Оның барлығы Ақнар шақырмайды, Ақнар бармайды, Ақнар сұранбайды, Дидар шақырады, бірге тамақ ішейік дейді. Оның барлығы Ақнар мен Дидардың арасындағы диалог, скриншоттар анасы қазір көрсетеді, барлығы да бар. Дидар шақырады Ақнарды, екеуі бір жерге барып тамақ ішеді. Тамақ ішкеннен кейін Дидар менің үйіме жүре сал, мен жалғызбын деп Ақнарға айтады. Бірақ Ақнар барған кезде оның пәтерінде Бөгде Ұлбақ деген жігіт болады. Осыған дейін ол диалогта тарады, бірақ та тағы да қайталап айтқымыз келеді. Сол жерде Ұлбақ деген жігіт Ақнарға қатысты зорлықтан тыс жыныстық сипаттағы қылмыс жасайды. Яғни Ақнарды басып ұстап отырған кезде Ақнардың жынданып айтып жатқан сөздері бар. Сен менің ішімді, кеудемді, әр жерімді ұстадың, сендер кімсіңдер маған ондайды істейтіндей, мен бұл жерден кетем, сөмкемді беріңдер, телефонымды беріңдер, мен бұл жерден шығам деп жатады. Бұл жерде қылмыстық кодекстің бірнеше бабы Ақнарға қатысты тағы да шығады. Егер қазіргі қылмыстық қозғалған іс бойынша маусым айындағы күдікті 2 қызға қатысты тағы бір бап қосылады. Себебі Дидар сол диалогтың ішінде бар. Дидардың дауысы шығып жатыр. Яғни Ақнарға қатысты қылмыс бір рет болмаған, ол бірнеше рет қайталанған және Ақнарды өлтіру ұмтылыстары бірнеше рет болған. Яғни 20 маусым күні болған қайғылы оқиға сол күні кездейсоқ орын алған дүние емес, алдын ала жоспарланған. Біз егер мына видеоны көретін болсаңыздар, қазір мен көрсетем, анық сол жерде барлығы айтылып тұр. Яғни Дидар алдап Ақнарды шақырып алады, пәтерге бір жігітті бейтаныс дайындап қояды. Ол жігіт Ақнарға қатысты жыныстық сипаттағы қылмыс жасайды. Ақнар жынданып шығам деген кезде Ақнардың сөздерінен тағы да қылмыстық кодекстің бірнеше бабын етуге болады. Біріншіден, Ақнарды еркінен айырып отырады олар, яғни оның өзінің ықпалынсыз еркінен айырып отырады. Қылмыстық кодекстің 126 бабы. Жыныстық сипаттағы зорлықтан тыс қимылдар жасалады Ақнарға қатысты. Ол қылмыстық кодекстің 121 бабының 1 бөлігі. Сосын Ақнарға қатысты Дидар балағат сөздер айтады. Мен ондай сөздерді өмірде айтып көрген емеспін, қазір мұнда қайталамаймын, бірақ видеоны қоссақ сіздер оны естуге болады. Яғни қылмыстық кодекстің 131 бабы қорлау, ар намысын таптау арқылы Ақнардың ерік жігерін түсіру, төмендету әрекеттері жасалынып жатады. Сонымен қатар
Қылмыстық кодекстің 389 бабы өз бетімен билік ету, яғни жеке заттарын Ақнардың алып алған. Егер сол диалогты тыңдайтын болсаңыздар, Ақнар сөмкемді қайтар, телефонымды қайтар, мен шығамын деп жатады. Яғни оның тек ерік-жігерінен айырып, ар-намысын таптап, оған қатысты жыныстық сипаттағы қылмыс қана жасамай, оның жеке заттарын алып алған болып шығады. Сондықтан біз бүгін ресми түрде мәлімдейміз, біз Ақнардың анасы екеуміз, жәбірленуші екеуміз, бұл іске қатысты тағы да осы 4 бапты қосу, сонымен қатар 20 маусымға қатысты қылмыста алдын ала жоспарланған деген сипатты, яғни 99 баптың 2 тармағының 8-9 бөліктерін тағы да қосу, яғни адамдар тобымен сөз байласу арқылы алдын ала жоспарлап дегенге, мына 12 апрельде болған дүние, сәуірде болған дүние анық, айқын дәлел болады деп ойлаймыз. Сондықтан және ең бастысы жаңағы Ұлбақ деген жігіттің кім екенін анықтау, оны тергеуге шақыру, оның әрекетіне Ақнарға қатысты видеода көрініп тұрған қылмыстық баға беру тергеу органдарынан біз талап ететін боламыз. Және дәл бүгін біз тек қана 2 қыз емес, Ақнарға қатысты бұл жоспарланған қылмыста тағы бір жігіттің, Ұлбақ есімді, біз қазірше оның аты жөнін білеміз, фотосын білеміз, видеода Ақнарға қатысты жасап жатқан іс-әрекетін білеміз. Осының барлығында біз тағы да қосымша тергеуге өткізетін боламыз, және жаңағы 4 бапты қосу бойынша біз өтініш хаттар ресми түрде өткізетін боламыз. Және 12 сол сәуір күнгі видеолардың арасында жаңағы Ұлбақ деген жігіттің терезені ашып Ақнарға секір деп жатқан сөзі де бар. Яғни Ақнарды өлімге итермелеу талпыныстары бірінші рет емес, ол сәуірде болған. Кейін маусымда да біз ойлаймыз, Ақнарды бірінші өзін итермелеуге тырысты, қорлады, тағы да осындай әрекеттер жасады Ақнарға қатысты. Бірақ видео кадрлардан көріп тұрғанымыз, ең соңына келген кезде бір адамның Ақнар құлаған кезде су басып тұрғанын көріп тұрмыз. Сондықтан біз Ақнарға қатысты қылмысты жоспарлы түрде алдын ала адамдар тобымен жасалған қылмыс деп ойлаймыз. Және сәуірдегі эпизодты қылмыстық іске қосып, сәуірдегі эпизод бойынша жоғарыда мен атаған 4 бапты қосуды біз тергеуден талап ететін боламыз. Ары қарай осы жақында сол сәуірдегі видеоны кесілген, толық емес нұсқасын Ақнардың қасында болған қыздардың бірі, Дидардың қорғаушысы таратқан болатын. Ол толық емес, толық нұсқасын біз тергеуге өткізетін боламыз. Ал жаңағы менің сөзіме дәлел болатын бөліктерін біз қазір көрсетеміз. Ал сол уақытта адвокаттың айтқан, кейін Руслан Өтепбайға айтқан кезде Дидардың айтқан сөздерінің көпшілік емес, бәрі де өтірік екенін қазір халық бәрі де көріп отыр. Бірақ десек те анасы нақты Ақнардың ақ атын ақтап қалатын дәлелдерді осында көрсететін болады.